Жұмыс та жоқ, ештеңе жоқ. Енді көтермегенде не істейміз? Қай уақытқа дейін шыдауға болады? Только на Алматы напало 20 тысяч бандитов. Жаңа ғана Алматы қаласының Биліктің кетпек уақыты болды. Ордай кетсін болды, басқа қалам жоқ бізде. Қойылмай өшіп аралаңдар шағып кетуге. Кетсін болды билік. Бізге халыққа қызмет етіп билік керек. В ночь на 5 января ситуация усугубляется. На акции выходят еще больше людей. Протестующие вступают в противостояние с силовиками, жгут машины. Силовики пытаются разогнать протестующих и применяют светошумовые гранаты и слезоточивый газ. Как глава государства и с сегодняшнего дня председатель Совета Безопасности намерен действовать максимально жестко. Правоохранительным органам и армии мною дан приказ открывать огонь на поражение без предупреждения. Вчера я лишился своего братишки, он попал под колеса одной из военных машин, хотя мы вышли на мирный митинг, а в нас начали кидать шумовые гранаты, дымовые шашки. Уважаемый Касым Жомарт Токаев, мне 30 лет, я не хочу еще 30 лет быть рабом. Папамды тауып бер, мен қақтан тауып беремін. Жауаппен атып тастап отырды. Жазықсыз кетіп отқаны рас, өйткені маған ешқандай дәлел көрсетіп отқан жоқ. Маған дәлел көрсетсін. Оператор деген келді. Сол бала 91 оқ аттым, бүйттім, сөйттім деп тұр. Сол бала качестве свидетеля кеп тұр. Ол адамдардың бәрінің атып, жанын алған, өлтірген адам. Ол қалай ол свидетель болып тұр? Неге олар сотталмайды?